Жуалы ауданында Қазақстан Республикасы 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын түсіндіруге бағытталған жиын өтті. Оған аудан әкімдігінің бөлім басшылары, ауылдық округ әкімдері мен мектеп директорлары қатысты. Жиында облыстық тәртіптік кеңес төрағасы Ғалым Тұрсынбаев ең алдымен қатысушыларға Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын жіті түсіндіріп өтті. Сондай-ақ облысымыздың жемқорлық тұрғысындағы ахуалын, мемлекеттік қызметшілердің этикаларын, жемқорлық көріністерінің түрлеріне де тоқталды. Ал аудан басшысы тақырып төңірегінде кеңінен ой толғап, ең бастысы сыбайластықтың алдын алу екендігін баса айтты. Жиын соңында Нұр Отан партиясы аудандық филиалы жанындағы жемқорлыққа қарсы әрекет жөніндегі қоғамдық кеңестің өткен жылғы жұмыстарының қорытындысы жасалды. Баршамызға белгілі халықаралық тәжірибеге сәйкес тиімді мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлық бір-бірімен мүлде сыйыспайтын түсініктер. Дегенмен өкінішке орай арамызда бұны түсінбей жүрген немесе түсінгісі келмей жүрген азаматтар да жоқ емес. Сондықтан қызметтік өкілеттіктерді пайдакүнемдік мақсаттарда қолдану мүмкін емес болатын жағдайлар жасалынуы керек.